Семейдегі Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары баламалы қуат көзі арқылы тұрғын үйді жылытудың тың әдісін ойлап тапты. Осы арқылы болашақта қатты отыннан бас тартуға болады. Пелте элементін қолдану арқылы жүзеге асырылатын жүйе экологияға зиянын тигізбейді. Бастысы шығын мөлшері азаяды. Электр тоғы әртүрлі материалдан жасалған екі өткізгіштің түйіспесі арқылы өткен кезде жылу бөлінеді. Бұл құбылысты 1834 жылы француз ғалымы Жан Шарль Пельте ашқан. Осындай әдіспен бөлінетін жылуды тұрмыста қолдануға болады дейді оқушылар. Пельте элементі қызып кетпес үшін радиатор қолданылады. Ол үй ішіндегі су жүйесіне немесе жер асты суларына қосылады. Жер асты су ешқайда жұмсалмайды, тек қана циркуляцияда болады. Ол осы пельте элементін қызып кетуден сақтайды. Мысалға, пельте элементін сырт жағынан суық жағына жылу өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан пельте элементін суық жағын бір температурада ұстап тұрады. Жас ғалымдардың ұсынып отырғандары экологиялық таза жоба. Оны қолдану барысында атмосфера ластанбайды. Жүйе бір сағат жұмыс істегенде бөлмедегі температураны 26 градусқа дейін көтеруге болады. Бастысы, баспана жылытудың тың әдісі өте тиімді, көп шығынды қажет етпейді. Мысалға, көмірге кететін 60 мың теңге, ал пельте элементі қолданғандағы жылу мөлшеріне кететіні шамамен 11 мың теңге. Сонымен қорытындыласақ, 6 есеге сіз қаражатты үнемдейсіз. Оқушылар жобамен бір жылдан астам уақыт айналысыпты. Жас ғалымдар баламалы қуат көзін пайдалану бойынша еңбектерін экспо көрмесі аясында дайындаған. Дарынды балалар көп. Оларға түрткі болып, ұстаз егер ой салатын болса, барлықтың қолынан келеді деп ойлаймын. Солардың бірі осы Жансая мен Нұржан болды. Әрине, ұстаздың беретін идеясы оқушыларға өте үлкен, маңызды, бірақ кей кезде оқушылар ұстаздан да озады. Ұстаздың олай дейтіні дарынды оқушылар осы еңбектерін республикалық ғылыми жобалар байқауына ұсынып, екінші орынға ие болып, физика пәнінің қыр-сырын меңгеріп жүрген болашақ ғалымдар білім және ғылым министрінің дипломымен және арнайы медальмен марапатталды. Дарын Сағитов, Ернұр Қалилов, Семей телеарнасы.